Қайырлы күн достар, менің Папа рецептер каналыма қош келдіңіз. Бүгін духовкасыз ерекше дәмді чизкейк дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлық ингредиенттер описаниеда жазылған, ендеше дайындайық. Алдымен банан және крокет печеньесін блендермен ұсақтап аламыз. Кейін осы ұнтақталған печенье, банан және 2 ас қасық какао қосып араластырамыз. Формамызды пергамент қағазымен төсеп, дайын болған массамызды салып, біркелкі етіп жаямыз. Он 15 минутқа тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Суға желатин қосып араластырамыз. Желатин көтерілу үшін 15 минутқа қоя тұрамыз. Жұмсақ сүзбеге ванильді құм шекер, айран қосып блендермен еземіз. Желатин көтерілген соң микроволновкада 20-30 секундқа желатинді ертіп аламыз, бірақ қатты қыздырмаймыз. Ертілген желатинді сүзбелі массамызға қосып, асықпай араластырамыз. Формамызды тоңазытқыштан шығарып, сүзбелі массамызды құямыз және қайтадан 3 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. 3 сағат өткен соң тоңазытқыштан формамызды шығарып, асықпай шешеміз. Бетін қалауынша үкіштен өткізілген шоколадпен әсемдеуге болады. Мінекей духовкасызда осындай ерекше дәмді әрі оңай чизкейк дайындауға болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.